Қақырық шығаруға арналған негізгі 3 препарат. Олар медицина тілінде муколитиктер деп айтылады. Бірінші препарат АЦЦ препараты. АЦЦ препаратының 600 және 200 деген дозалары болады. 600-дік дозасы ересектерге арналған, 200-дік дозасы балаларға арналған. Келесі препарат бромгексин препараты. Бромгексин препараты қақырықты сұйылтып және жөтелген кезде оның бөлінуін жеңілдетеді. Үшінші препарат амбраксол препараттары. Бұл препараттарды кез келген аптекадан таба аласыздар. Оларға қосымша ретінде жүретін препараттар табиғи әсері, яғни сіздер білетін мукалтин препараты, алтай шөбінен жасалған, келесі термопсис және барлығын жақсы көретін корен солодки. Корен солодки препаратын берген кезде өте абай болыңыздар, себебі бұл препарат анафилактикалық шок шақыруы мүмкін. Сондықтан да балаға бермес бұрын ең алдымен жарты шай қасықпен аузына кішкене беріңіздер, одан соң 5 минут күтіп бақылаңыздар. Егер ол баланың аузы қызарып кететін болса, онда бұл дәріні ол балаға беруге болмайды. Сондықтан да абай